Даже үйден шығармайды. Когда православный партияның адамдары көшеде митинг жасап жатқан кезде, біз Қазақстан азаматының тұрғындары, көше партиясының азаматтары, біз осы мынау ұры қары биліктің ауысуын талап етеміз. Және де бізге қосылыңыздар, ағайындар, үйде жата бермеңіздер. Қазақ халқы 30 жыл шыдап болдық. Но диктаторлық режим көріп отырсыздар, не істеп Вот, пожалуйста, снимайте их, вот они, вот. Да, үйден шыққан За что жоқ. меня посадили сюда, за что? Бізге қылмыскерміз ба, не істеп отырмалар? Что за беспредел вообще? Власти, вы что творите? Полностью наши гражданские права нарушаются. Вот, несмотря на мой возраст, мне уже 55 лет. Вот, молодые, здоровые парни. Сегіз прям меня адамды алу үшін мына қараңыз. пнули вас сюда. Они прям Екі автобус па мына затолкали, жерде. сволочи. 30 ОМОН жүр мына У меня жерде. эмоций на них, сил нету. Простой народ вы со своими людьми нашими сделают гражданскими Ата активистами. заңға, конституцияға бұлардың түкіргені бар. Бұлардың конституциядан жоғары тұрады. Бұлар приказ выполняют, бітті. Твари вы! Так, здесь Медет Арстанов, Дархан Унирбаев. Қазақ халқы жатпаңыздар, жатпаңыздар. Енді жатуға болмайды. Беспаева, Марат Тимирбеков. Кожакиева, и Ерболович тоже. Нас задержали. Мы в автобусе, в автозаке. Никакой повестки, никакой протокол задержания, ничего нету. Ештеме жоқ, ешқандай қағаз жоқ, құжат жоқ. Біз қылмыскерміз бе, іздеуде жүрміз бе? Жайдан жай біз ұстап алып, мынандай автозаққа тығындайтын. Не сұмдық бұл? Қандай демократия бұл? Көздеріңізді ашып қараңыздар, диктаторлық режимде өмір сүріп жатыр. Біздің ел Северный Кореяға бағыт алған, скоро Северный Корея болады. Границу закроют. Вот они кто нас хватали, вот. Лица показывайте, лица! Лица показывайте! Сволочи вы! Чё не открывай? Если служить своему народу, а они служат какому-то шакалу. Что вы хотите? И вот, жігіттер, прямой эфир, уже скачать етіп алған, бесполезно, короче. Бесполезно. Мына телефонды алып қалу үшін неге түсірді деп. Прямой эфир жүріп жатыр, уже адамдар скачать етіп алып жатыр бұны. Не трогай, Юра! Не керек. Айналыспаңдар, беспределмен. Заңғара, телефонды алып қалу үшін бастаңдар. Жігіттер, беспредел, не? Мына, қара, телефонды алып қою үшін мына. Прямой эфирді скачать етіп алыңдар, скачать етіп алыңдар. Скачивайте телефон с прямым эфиром! Ойындар жігіттере, беспределмен айналыспаңдар. Казак, нет! Вы чё? Вы чё? Ойындар деме, жігіттер, бля! Ойындар деме! И в Инстаграме Я за правду, есть эфир, Ойындар деме, скачайте! жігіттер, не істеп атсыздар? Ойындар деме! Кенесары 8, город Астана! Снимайте их, Автозак желтый! Ойындар деме, жігіттер! Ойындар! Ойындар деме, жігіттер! Ойындар деме! Что за хуйня это все? Что за беспредельно? Қойсыңдар жайшы, қойыңдар, Ёбана жизнь, бля! Ох ты! Нихуя! Мынаны қара, Амандос, жай, сол прямой эфир жүргізіп тұрған үшін, телефонды алып қой үшін істеп жатыр. Держи! Скачать етіңдер. Вы что творите? Они хотят отобрать у нас телефоны! Что за беспредел? Жігіттер, қойыңдар! Там женщина! Как и женщина! Таратыңдар эфирді, беспредел. Үйден шыққан үшін былай тұрсыңдар. Мына жерде арамда екі қабат аяғы ауыр әйелдер бар. Помогите! Кенесары 8! Ой, Аллах,